Облыс әкімі Ақсуат ауданына жұмыс сапары барысында бірқатар инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Ауданда мәдениет, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық, білім беру, денсаулық сақтау саласындағы жобалар жүзеге асырылуда. Бұл жұмыстар ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Алдымен Сәтбаев және Көктөбе ауылдары арасында тас жолының аяқталған құрылысымен танысты. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында екі ел арасында ұзындығы 9 шақырым учаскеге орташа жөндеу, ал Сәтбаев ауылындағы ұзындығы 1,4 шақырым болатын жолға орташа жөндеу жұмыстары аяқталыпты. Аймақ басшысы жүздескен жергілікті қоғамдық төрағасы Бағлан Қабышев соңғы бір жылдың ішінде Сәтбаев пен Көктөбе ауылдарында қомақты қаржылай қолдау көрсетілгенін атап өтті. Облыс әкімі Нұрлан Уранхаев Ақсуат ауданының тұрғындар алдында есеп беру кездесуін өткізді. Кездесу барысында атқарылған жұмыстарға тоқталып, тұрғындар тарапынан түскен көкейкесті сауалдарға жауап берді. Сондай-ақ азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Ауданда инфрақұрылымды жақсарту бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Қарағанды, Аягөз, Боғаз, Кіндікті автожолын орташа жөндеу жыл соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Сондай-ақ гемодиализ орталығы мен жүктілік патологиясын ерте диагностикалау орталығы ашылу жоспарлануда. Медициналық инфрақұрылымды дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 9 жаңа медициналық мекеме салынуда. Жол құрылысы саласында да 10 өзгерістер бар. Жолдың Кіндікті ауылына апаратын бөлігіне 7,5 шақырым жаңа асфальт төселінген. Ақсуат ауылындағы Қалматаев көшесіне 3,1 шақырым жаңа жол төсемі төселіп, жұмыстар аяқталыпты. Қаласында мәдени нысандарға декоративті түнгі жарықтандыру жұмыстары жалғасуда. Қазіргі уақытта Невзоровтар музейіне, Абай атындағы кітапханаға, Абай атындағы театрға, Әуезов атындағы педагогикалық колледжге декоративті жарықтандырулар орнатылды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы Семейтаны YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.